келген себебім қарыздарға қалай кіріп кеткенін білмей қалдым. Жаңа ата тектен келе жатқан қарғыс деп өміріме өткен жақындарымның өмірлеріне қарасам, бақыласам, әжемнен бастап именно осы аяқтан кетіп қалып жатыр да. Әжемді өзінің сауып жүрген түйесі кәдімгі, өзінің күнделікті сауатын түйесі теуіп аяқтан 6 жыл ма 7 жыл жатты. Сөйтті де қайтыс болып кетті. Одан әкемнің 2 апасы бір қарындасы тоже аяқтан біреуі аяғымды баса алмайын деп жүріп мидан инсульт кетіп қалды. 2 апасы біреуі сақырған саусақтың арасына құттай жарашы соған жайлап кетті. Олар да 2 жыл жатып кетіп қалды. Енді өзім байқағаным 2 жылдан бері менің де аяғым бастырмай жүр. Әкемізбен уже 4 жылдан бері араласпаймыз. Сол әкемен отношениеден кейін уже мен қалай минусқа кіріп кеткенімді білмеймін, бірақ үлкен қарызға кіріп кеттім. Оп-оңай кіріп кеттім. Енді солардың жолынан шығайын, шығу жолдары бар шығар, мүмкіндігі бар шығар деп бүгін енді соңғы күнде келсін үлгеріп жаңағы қыздарға жазып жатырмын қайта қабылдаңызшы деп та. Бірінші сіздің қарызға кіруіңіз ол папамен байланысты. Біз егер әкеміз бізге ренжіген болса, немесе біз ол кісіге ренжіп көңіліміз қалған болса, ішімізде ол кісі өкініш әкемізге деген болса, автоматты түрде әйел адамдар қарыз кредитке кіріп кетеді. Қалай кіріп кеткенін білмей қалады. Одан кейін жаңа сізде әжеңізде түйе теуіп аяқтан кетіп қайтыс болды. 2 апаңыз да аяқтан кетті, Енді өзіңіз айтып жатырсыз, аяғым ұран тебе қорқам деп. Аяқ бізде ротқа жауап береді, тегімізге жауап береді. Тегіміз, яғни бізде бірінші чакра, мына қуықта, позвоночниктің тұсында орналасқан, полностью былай қарата бел, позвоночник, аяқ, суставтарымыздың барлығы ротқа жауап береді. Бір ұқсас жағдайда қайталанып жатқан тағы да ойлап қаламын да өзім. Көрдіңіз, қыздар жақтан болып тұр ғой сіздердің. Кейбір адамдарда болады, ыңғай ұлдар жақтан болады. Ерте қайтыс болып кетеді ер адамдар, немесе үйленбей кетеді ер адамдар. Бір мөлшер жас болады, өздері бір 60-қа жетпей қайтыс бола беретіндер бар. Немесе үйленбей аз жасып кетіп, бала шағасы бір отбасында тұрмайтын адамдар болады. Әйел жақтардан күйеуге шықпаған, немесе ажырасқан, немесе балалы болмаған, немесе күйеуге шықпай бала туып алған, немесе күйеуі өліп қалған, 2-3 байға тиген. Дәл солай, ол қыздар жақтан да солай келе береді. Оның барлығы біздің бірінші чакраға, яғни роттан, тегімізден келе жатқан қарғыспен, қайғы бар, қасіретіміз бар. Солардың барлығы бізге поколениемен поколение келеді. Қарғыс та бар, қайғы қасірет те бар. Қайғы қасіреттің өзі ауру ғой, беріледі. Мен оның бәрін байқап сезіп жүрмін. Енді бойымыздағы осы жағдайларды көзіміз көріп тұрса да, ол ар жағын неден екенін білмей тұрмыз ғой. Мысалы, любой бір адам ауырса диагнозын қою керек қой. Сол сияқты біздің ар жақтағы диагнозымызды енді жаңа сізге келіп түсініп жатырмын ғой. Бойымыздағы қуат көздеріміз ғой, әрқайсысы өмірде атқаратын рөлдері бар. Көрдіңіз бе, сізде апаңыз, 2 таң әпкеңіз, сіз барлығында аяқтан кетіп жатыр. Алла тағала ой салып тұр да, бұл неге деймін да, именно әйелдер жақтан әжем де солай кетті деген ой келе береді да, бірақ мен айтам, Алла менен тараған ұрпақ деген олай болмаса екен, қайталамаса екен деп тілеймін да, олай жалғаспаса екен деп. Өзімнің де денім сол болып кеткен рас, мен енді олардың өмірін қайталағым келмейді. Ол олардың өмірі ғой. Тазалану ғой, біздің ДНК-мыз тазаланады, қанымыз тазаланады, карма тазаланған кезінде біздің жолдарымыз ашылады. Біз әрбір болып жатқан проблеманың барлығы сол қарғыстан келеді, қайғы қасіреттен келеді, өкпе-реніштен, яғни әкемізбен отношенияның болмағаннан келеді. Бұның барлығы мен қазір сізбен живой пример, яғни өзім басымнан өтіп жатыр.